қаласы үлкен тарихы бар ежелгі қала. Қала қазір үлкен республикадағы қалалардың бірін айналып гүлденіп көркейіп келеді. 40 жылға дейін Орал қаласында мен білемін, көрдім, қазіргі теміржол вокзалынан Темір Машек көшесіне дейін дала болады. Ешше бір үй жоқ. Автобус деген ол жақта жүрмейді, кішкентай. Енді соңғы мынау жылдары, әсіресе соңғы Егемен Қазақстан болып бөлінгеннен кейін Орал қаласының көркеюі, үлкеюі, өсуі мықтап өсіп келеді. Өндіріс саласында, құрылыс саласында, білім мәдениет саласында, денсаулық саласында үлкен жетістіктермен қарсылап отырады. Халқы да өсіп келеді. Жылма-жыл осындай қала үлкен табыстарменен, жетістіктермен, әрбір саладағы табыстармен қарсылап отыратын болсын. Қала халқы ішіндегі адамдарымыз бәрі аман болсын, шығын жоқ болсын, денсаулық мықты болсын, күннен күнге өзгеріп, көркейіп өсе берсін деген тілегімді айтамын. Туған күніңмен сүйікті қалам.